Жанбота, егер сен өмірде шексіз блаженствоны, бақытты болуды сезінгің келсе, онда қазіргі сәтпен достасуға тура келеді. Дәл қазіргі сәтте біздің көпшілігіміз өзіміздің қазіргі өмірімізді толық қабылдамаймыз, оны жек көреміз, немесе онымен күресеміз. Әлемдік ұстаздардың бірі Экхарт Толленің керемет сөзі бар. Адамдардың көпшілігі қазіргі сәтпен достаса алмай жатыр деген. Яғни біздің көп жағдайда мына деген дүние бар біздің басымызда. Ол бізді өткен шаққа қарай алып кетеді, өткен шақты шиырлаймыз, немесе көпшілігіміз, әсіресе менде сол дүние қатты белең алды. Мен өмірімнің болашағына қатты асықтым. Яғни ойладым, қазір мына проблеманы шешіп алайын, содан кейін болашақ болған кезде мен бақытты болам. Қазір мына нәрсе бітсін деп жүрген кезде қарап отырсам, өмірімнің біраз жылы болашақты қуумен өтіп кеткен. Яғни мен енді өткен шаққа көбірек оралам деп айта алмаймын. Көбіне ол жақты онша ойламауға тырысам, ал менің миым в основном маған болашақ жайлы. Міне қазір даже адамдарды байқауға болады да, тісін жуып тұрып тамақ ішуді ойлап тұрады, немесе тамақ ішіп отырып жұмысқа баруды ойлап тұрады. Ешкім қазіргі сәтте өмір сүрмейді. Сондықтан мен өзімнің миымды наблюдать еткен кезде все время мен өзімнің асығатындықтым. Әйтеуір бір жерге асығып отырамын. Өмірімнің барлығы солай асығудың салдарынан қазіргі сәттің сөлін алып, спокойно өмір сүре алмайтынымды ұқтым. Сондықтан, егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келетін болса, онда мен сіздерге бір дүниені айтқым келеді. Сіздің өміріңіз өткен шақта өткен кезде де дәл қазіргі шақта өтті. Даже сіздің өміріңіз болашаққа жеткен күннің өзінде де ол қазіргі шақ болады. Экхарт Толленің керемет сөзі бар. Адамдардың әлемде дейді, болашақты тапқан ғалым жоқ дейді. Болашақ жоқ, не существует. Өйткені оны тапқан ғалым болатын болса, ол давно бізге шығарып, мәссаған міне болашақ деген осы жер екен деп айтар еді деп. Біздің өміріміз тек қана осы шақта ғана өтеді. Қазіргі сәтте ғана. Мы сознание, который смотрит, что происходит сейчас деген. Қазіргі сәтке қарап отырған біз сана болып табыламыз. Сондықтан мен сіздерге қазіргі шаққа оралтатын бір методиканы қазір бермекшімін. Дыханияға назар аударыңыз. Міне өзіңіздің кеудеңізге кірген және шыққан ауаға назар аударған кезде Толле айтпақшы, сіз бытиемен, немесе сіздің ішіңіздегі шексіздікпен, немесе Құдаймен қауыша бастайсыз. Яғни ішіңіздегі өзіңіздің истинный мәңгі өлмейтін частіңізбен қауышасыз. Дыханияға назар аударыңыз да, одан кейін жан-жағыңызға қараңыз. Міне. Дыханияға назар аударыңыз. Жан-жағыңызға қараңыз. Сол кезде көпшілігіңіз даже просто осы видеоны көріп отырған кезде байқаған шығарсыздар, ішкі тишинамен, секунд келді тишина, ішкі тишинамен қауыша бастайсыздар. Все время өзіңізді жаңағы вакуум деп атайды, яғни психологический времяға алып кетеді ғой бізді. Сол жақтан ақырын возвращать етіп, өзіңізді қазіргі шаққа қойып тастаңыздар. Оны жалпы Толле сияқты әлемдегі духовный учительдер заякарить дейді. Яғни мына теланың бір шетіне өзіңіздің назарыңызды қойып тастауыңыз керек. Мысалға, қараңыздар. Например, мен өзімнің назарымды дыханияға қойып тастағам. Қазір мен сіздерге бір сұрақ қойын. Өзіңізге часто осы сұрақты қойыңызшы. Мен демалып тұрмын ба деген. Мен демалып тұрмын ба деген сұрақты қойған кезде сіздің назарыңыз неге ауады? Демге келіп ауа бастайды. Өзіңіздің кеудеңізге кірген және шыққан ауаға назар аударасыз. Мен демалып тұрмын ба? Бұл ілімді, мен демалып тұрмын ба деген ілімді пәленбай ғасырлар бұрын әлемдегі өте ақылды адамдар ойлап тапқан. Яғни мен демалып тұрмын ба деген кезде сен өзіңді басқа шақтан аласың да, осы шаққа не істейсің? Қадайсың, денеңе қадайсың. Мен өзімнің сабақтарымда адамдарға мысалға алақаныңа назар аудар деймін. Либо табанның астына назар аудар деймін. Яғни осылай не істеп жатырмын? Мен өзіңнің денеңе, тонкое телаңа сені қондырып жатырмын. Денеге қонғаннан кейін, осы назарды ішкі әлемге келіп аударғаннан кейін, енді жан-жағыңа вниманиеңді аудар деймін. Яғни сен жартылай іштесің. Қазір мені ұғу өте қиын болса да бірнеше мәрте тыңдап шықсаң, Жанбота, қазір мені дыханияға назар аудардың. Кеудеңе кірген, шыққан ауаға, сол кезде сен ішкі тыныштыққа, бытиеге қосылдың. Одан кейін жан-жағыңа қарасаң, міне. Сен жартылай іштесің, өзіңе қосылып тұрсың, и то же время жартылай сенің вниманиең сыртта. Яғни сен сол кезде ғана осы шақтасың. И үнемі осы шаққа қарай возвращать ету арқылы ғана сен истинный блаженствоны, бәлкім бір самадхиді, бәлкім бір өмірде шексіз бақытты, тек сондай адамдар ғана сезіне алады. Өйткені адамдардың көпшілігі умның ішінде сағым қуғымен өмір сүреді. Қазір анаған жетіп алайын,
қазір ананы орындап алайын, содан кейін қазір бала туып алайын, либо қазір мына оқуға түсіп алайын, либо қазір мына ақшаны көбейтіп алайын, либо мына үйді алып алайын деп жүрген кезде бізді Садгуру айтпақшы, алдымызда күтіп тұрған өлім ғана. Сондықтан мен сіздерге бір керемет дүниені айтқым келеді. Осы здесь и сейчас деген тақырыпты көп адам айтқанымен, ол дүниенің негізгі түп тамырын екінің бірі ұға бермейді. Егер сіздер осы истинный здесь и сиясты, қазіргі сәтке өзіңді толық назарыңды байлап тастауды меңгергілеріңіз келетін болса, мен 22-23 сәуір күндері осы 2026 жылдың тегін сабақ өткізем. Квантовый медитация деп аталады. Сол сабақта мен сіздерді қазіргі сәтке оралтудың негізгі методикасын берем. Және сол сабақта мен сіздердің іштеріңізге бәлкім біреуіңізде тұңғыш рет, бәлкім біреуіңізде бұған дейін сезінген шығарсыздар, ішкі тыныштыққа оралтатын болам. Кәдімгідей коллективно қаншама мыңдаған адам полностью тишинаға оралатын боламыз. Мына голос в голове, внутренний голос, сөйлей беретін умолкает, екінші планға кетеді. Біз бәріміз, когда мы погружены тишина, пустой болған кезде ғана біз арқылы ғажап қазіргі сәттің, благодатный сәттің нұры, немесе Абай айтпақшы, қақтықтың сәулесі, немесе божественная энергия, сол ғажайып энергиямен біз сусындайтын боламыз. И ол жерде, ол сабақта мен сіздерге осы қазіргі сәтке көбірек тоқталам. Сонымен қатар осы медитация деген әлемдік методиканы қалай жасалу керектігін, медитация арқылы ішкі әлемді қалай тыныштандыру, медитация арқылы өзіңді қалай перепрограммировать етуге тоқталам. Және медитация арқылы фокусыңды басқаруға кәдімгі терең тоқталатын болам. И және медитация арқылы состояниеңді алмастыру, ішкі состояниеңді возвышенныйға көтеру, ішкі күйіңді реттеуге тоқталам. Сонымен қатар ол сабақта қатты тоқталатын дүниелерімнің бірі ол дыхательный практика болады. Өйткені біздің слепая зона деп айтады, көрінбейтін, көзге көрінбейтін біздің бессознательностьімізде әртүрлі программалар бізде көтеріліп тұрады. Мысалға бір кезде сіздің тәніңізге тревожность көтеріліп кетеді. И сіз өзіңізді не істеріңізді білмей кетесіз. Немесе сіздің тәніңізге выживание деген программа көтеріледі. Өз-өзіңізден жаңағы ақша келмей қалатындай страхтың ішіне кіріп кетесіз. Әртүрлі оны психологияда яма деп атайды. Сол ямаларға біз не істейміз? Түсіп кете береміз. Өзімізді бейшара сезінуге кіріп кетеміз. Өзімізді қорқынышқа кіріп кетеміз. Немесе жақындарымызды бір жоғалтып алатындай состояниеге кіріп кетеміз. Сол состояниеге кіріп тұрған кезде өзіңді қалай жылдам шығарып алудың жолы, ол әрине дыхательный практика болады. Сен дыхательный практика, мысалға дыханияңа оралу арқылы өзіңде көтерілген состояниені энергетически усиливать етесің, ыдыратып жібересің. Ана тұрған комок бойыңнан ыдырап тез ағып кетеді. Яғни любой тревожностьтан дыхательный практика арқылы небәрі 5-ақ минуттың ішінде шығуға болады. Егер сіздер осындай тереңдетілген практикалық ілімді алғыңыз келсе, мен осының бәрін 22-23 сәуір күндері тегін айтатын болам. Сол сабаққа қатысыңыздар. Қазір төменге мен осы жерге астына сілтеме қалдыра кетем. Және сол жерде байланыс нөмірі бар. Сілтеме арқылы өтіңіз. Егер сізге сілтеме арқылы өту қиын болатын болса, онда байланыс нөмірін өзіңіз қолыңызбен теріп, міндетті түрде бізген байланысқа шығыңыздар. Және жаңа айтқандай, бірінші күні біз здесь и сейчас өтеміз, одан кейін медитацияны үйрететін болам, одан кейін дыхательный практиканы үйретсем, үшінші дүние, мен төртінші дүние. Ол сабақтың барысында сіздерге метод Сильва дегенді тоқталып айтатын болам. Метод Сильва деген не? Метод Сильва деген сөз, яғни сіздердің альфа состояниеге келулеріңіз. Адамдардың көпшілігі бетада өмір сүреміз, умның ішінде. Яғни мынау бізді әбден басқарып алған, ол бізді қорқытады, үркітеді, бессознательный, автоматизированный әрекеттерімізге кетіп қаламыз. Тамақ ішкенде автоматизированный, яғни ол қазір айтуы мүмкін, ой, Мақпал, сен дұрыс сөйлеп жатқан жоқсың. Либо тағы бір нәрсе, ол настолько бізді как марионетка сияқты басқарып отыр, біздің умымыз. Ал адам альфа состояниесі кезінде полностью телоны расслабить еткен, умның үні өшкен кезде сенің любой арманың орындалады. Мұны мысалға мен Америкаға барған кезде Джо Диспенза өзінің жаңағы ретриттарында бізді таңғы сағат 4-те жаңағы медитацияға шақырады. Не үшін? Өйткені таңғы сағат 4-те біздің умымыз қатты активный емес. Яғни ол контрольда біз ұстап тұра алмайды. Сол моменттерде біз 4-тің кезінде не ұйқылы емес, не ояу емес состояние тұрған кезде біз өзімізге армандаған өмірімізді перепрограммируем, теломызға жаза бастаймыз. Яғни біз сол тәсіл арқылы өмірімізге арманымыздың жылдам келуіне ықпал етеміз. Мұны даже ислами тұрғыдан қарайтын болсаңыз, тахаджуд деген намаз бар. Тахаджуд намазы түнгі сағат осы 4-3-тің кезінде, яғни сол кезде сіз ұйқыдан тұрған кезде, сіз денеңіз дел сал болып тұрып, мына қатты контрольді ұстамаған кезде, сіз өзіңіздің арманыңызды айта бастайсыз. Немесе мұны
жалпы мен өзімнің подсознаниеме сұрақтарды, например, ұйықтап бара жатқан кезде, ұйқылы емеспін, ояу емес кездерімде подсознаниеме программаны сол жерде қоям. Ал метод Сильваның ерекшелігі, Сильва кезінде сіз ұйқыдан тұраған кезде сіз қатты оянған жоқсыз, социумға кірген жоқсыз. Сол моментте көзіңізді 20 градус ашып тұрасыз да, бүйтіп көзіңізді ашып тұрып. Одан кейін мынау көздің қарашығын жоғары қарай жібересіз. Міне көзіңізді ақырын ашып тұрсыз 20%, қарашықты жоғары қарай жібересіз да, 100-ден төмен қарай санай бастаған кезде бір моментте бұл сіздің полностью телаңыздың расслабить етуіне алып келеді. Яғни адамда альфа состояние кіреді. Бета, альфа, тета деп сіздер ары қарай бұл состояниелер жайлы білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Мен сабақтың барысында бұл состояниелерге терең тоқталатын боламын. Яғни полностью тело расслабить еткен кезде сіз өзіңіздің арманыңызды көз алдыңызға елестетсеңіз, мынау не сияқты экранның ішінде, ол сіздің өміріңізге жылдам келе бастайды. Только расслабленное телоға арман жылдам орындалады. Енді бұл альфа состояниесіне бірден кіру мүмкін емес, ол кәдімгідей сізден практиканы талап етеді. Өйткені сіз қаншалықты өзіңізбен дағдыланасыз, қаншалықты жылдам жұмыс істейсіз. Мысалға, например, өмірде медитациямен айналысатын, осындай рухани практикамен айналысатын адамдар бар. Альфаға 5-ақ минуттың ішінде, даже секундтың ішінде кіре алады. Секундтың ішінде олар насколько өзінің ішкі әлемін басқарады, телосын полностью расслабить ете алады. Ал үнемі тревожностьта өмір сүретін, үнемі уайымда өмір сүретін адамға өзінің телосын басқарып 5-ақ минутта расслабить ету қиын. Осы өзіңді управление собой, өзіңді басқару, мына умыңды басқару, программаңды басқаруды мен 22-23 сәуір күндері өтетін квантовый медитация атты тегін сабағымда үйретем. Сол жерде мен сіздерге осы метод Сильваны барлықтарыңызға жасап көретін болам. Яғни ол метод Сильваның нақты методикасын айтам. Метод Сильва деген өзі 100 жылдан астам ғұмыры бар, кәдімгідей әлемдегі көптеген адамдар пайдаланатын керемет методикалардың бірі болып табылады. Сол жерде мен сіздерге нақты түсіндіретін болам. Яғни альфаға кіру, полностью телоны расслабить ету, осы расслабленный телоға ғана сіз өзіңіздің арманыңызды жаза аласыз. Жамботалар, естеріңізде болсын, мына тәнге жазылмаған дүние сенің өміріңе ешқашанда келмейді. Өйткені біз мимен қанша айтсақ та, ауызбен қанша мен баймын, либо менің денсаулығым жақсы деп айтсақ та, мынау тәнде біздің полностью бессознательный частіміз біздің тәнімізде. Біз 1% пен 99%-ке қарсы жұмыс істеп жатқан сияқты болып табыламыз. Сондықтан оның өміріңді өзгертудің нақты методикалары, нақты техникалары, нақты өзінің практикалары бар. Сондай ғаламат практикаларымен мен сіздерден тегін сабақтың барысында бөлісетін болам. Яғни сол жерде отырып біз сіздермен кәдімгідей альфаға кіріп теломызды полностью босататын боламыз. Сабақта мен сіздерді күтемін. Ол жерде мен сіздерге медитация жасаудың негізгі тәсілдерін үйретемін. Медитацияны проводникпен жасау, проводниксіз жасау, денеңді толық босату, өзіңнің шектеулі, ограниченный, өзіңнің болмысыңнан шығып шексіздікпен қалай қауышу. Мен айтып жүрген глубинный ояну тақырыптары осы дәрістің бәрісінде айтылады. Сондықтан, егер осы видео сіздің алдыңыздан шыққан болатын болса, онда міндетті түрде тіркеліп сабаққа қатысыңыздар. Яғни ол жерде сіздің қалаған өміріңізді через практика, через методика, өзіңмен жұмыс істеу арқылы, ішкі әлемге үңілу арқылы қалай өзгертуге болатынын мен терең тоқталатын боламын. Менің есімім Мақпал Қаратай. Сіздермен 22-23 сәуір күндері квант медитациясы атты тегін сабағымда кездескенше сау саламатта болыңыздар.